Қарағанды облысы Балқаш қаласы 10-шы А сынып оқушысы Рысбай Ерлан зияткер мектебінен. Ал енді бүгін мен өзімнің бір бизнес идеямды ұсынайын деп жатырмын. Оның тақырыбы шикі мұнайдың құпиясы не себепті Қазақстанның мұнайы арзан. Енді кіріспесіне келетін болса, білуімізше Қазақстан табиғи ресурстарға, әсіресе мұнайға бай мемлекет. Бұрынға дейін Петр Первый айтпақшы, Қазақстан ол шикізатқа бай мемлекет деді. Енді келетін болсақ, Қазақстан әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші 15 елдің қатарына кіреді. Дегенмен, қазақстандық мұнай әлемдік мұнай нарығында негізгі ойыншы болғанымен де, Қазақстан мұнайының бағасы басқа елдермен салыстырғанда төмен болып келеді. Енді мұнай өнеркәсібі дегеніміз не? Және оның қазіргі таңдағы өзектілігі қандай деген сұраққа жауап берсек. Жалпы мұнай өнеркәсібі отын өнеркәсібіндегі жетекші рөл атқаратын сала. Сонымен бірге негізгі стратегиялық шикізат көзі болып есептелінеді. Мұнайдың өңдемей қолдана алмайды. Мұнайдың фракциялау арқылы қолданады. Мұнай өнеркәсібі Қазақстан үшін өте маңызды. Және әлемдегі мұнайдың 4%-ын Қазақстан өндіретіні белгілі. Қазақстан экономикасындағы мұнай өндірісі ең ірі табыс көзі болып табылады. Менің білуімше, Қазақстанның бюджеттің 70%-ын тек қана мұнай құрайды. Егер де біз мұнайдың сапасын және де бағасын арттыратын болсақ, менің болжауымша бір 3-4 есе мұнайдың бағасын арттырсақ, ол бизнесмендерге де, қарапайым халыққа да және де елімізге өзінің пайдасын тигізеді. Енді жобаның мақсаты және міндеті қазақ мұнайының сапасын және бағасын арттыру, жұмыс таба алмай жатқандарға жұмыс ұсыну және жұмыссыздықты толықтай жою, Қазақстан экономикасы дамуына үлкен ықпал тигізу. Осы жерде мен тек қана бизнесмендерге ғана емес, өзіміздің елімізге де, және өзіміздің мемлекетімізге де өзінің пайдасын тигізетін сіздерге жоба ұсынып жатырмын. Енді Қазақстан мұнай бағасының төмен болуының себептерін қарастырсақ. Қазақстандық мұнай бағасының төмен болуының басты себептерінің бірі өндірістік өзіндік құны. Қазақстандағы мұнай кен орындары шалғай аймақтарда орналасқандықтан, мұнай өндіру мен тасымалдау өте қиын және де қымбат болып келеді. Бұл мұнай бағасына әсер ететін өндіріс шығындарының жоғарылауына келеді. Тағы да бір себеп ол бізде елдегі инфрақұрылымның жоқтығы. Қазақстанда жақсы дамыған құбыр желісі де жоқ. Яғни, мұнайды басқа елдерге тасымалдау басқа мұнай өндіруші елдермен салыстырғанда ол қымбатырақ. Яғни, транспортировка ол қымбат болып келеді. Бұл мұнай бағасына да әсер етеді. Өйткені сатып алушылар тасымалдау қиын мұнай үшін тағы да сыйлықақы төлеуге дайын емес болып келеді. Енді Қазақстанда зауыттар ашып, елімізде өңдеу және жұмыссыздықты жою. Ол менің бір шешімдердің бірі болып келеді. Қазақстанда мұнай өңдеу және мұнай өңдеу құны шикі мұнайдың өзіндік құнына әлдеқайда жоғары екені ол бәріне белгілі деп ойлаймын. Менің білуімше біз Қазақстаннан біз Ресейге немесе Европаға шикі мұнайды жібереміз де, олар оны өңдейді, оны әлдеқайда жоғарылақ сатады. Егер де біз мұнайды өзіміздің Қазақстанымызда өңдесек, зауыттар ашсақ, ол елімізге үлкен пайдасын тигізеді. Сол мұнайды қымбатырақ сатып, өзімізге де пайда тигізеді, екіншіден жұмыссыздықты да жоя аламыз. Тағы да жұртпен адушу населениенің көбейте аламыз. Енді мұнайдың бағасы елде өңделіп, тазартылғанда әлде қайда қымбатырақ екені ол белгілі, айта кеткендей. Осы себепті біз Қазақстанда шикі мұнай өңдеу зауыттарын ашуды ұсынып отырмыз. Арқылы біз мұнайдың бағасын көтере отыра қоймай, Қазақстандағы жұмыссыздықты жоюға да үлкен ықпал тигіземіз. Зауыттар жұмыс әрбір маманға табылады. Менің болжауымша, бір зауытта 20 мыңдай адам жұмыс істей алады. Олардың ішіне тазартылған мұнай өндіру, тазартылған мұнайды импорттау үшін өндіру, инженерлік құрылыстарды салуға арналған мамандарға
осы жұмыс табылатын болады. Енді осы қазақстандық мұнайдың қымбаттаудың ықтимал шешімдері. Қазақстандық мұнайдың қымбаттаудың әлеуметті шешімдерінің бірі инфрақұрылымға инвестиция салу. Жақсы қосылған құбыр желісін дамыту арқылы ел тасымалдау шығындарын азайтып, мұнайды сатып алушылар үшін таратымды өте алады. Осы жаңа айта кеткендей, осы транспортировканы егер де біз басқа елдерге құнын кішкене азайтсақ, оны кішкене бір дамытсақ, ол туралы ойлайтын болсақ, онда мен ойымша спрос та көбейеді, және де осы мұнайдың бағасы да өседі. Сонымен қатар өнімнің өзіндік құнын төмендететін технологияға инвестиция салу да қазақстандық мұнай өнеркәсібінің табыстылығын арттыруға көмектесуі мүмкін. Тағы бір шешім ел экономикасын әріптандыру. Енді осы қорытындыға келетін болсақ, қорытындыға келе қазақстандық мұнай бағасының төмен болу өндіріс шығындары, инфрақұрылымның жоқтығы, геосаяси шиеленіс сияқты түрлі факторлармен байланыстыруға болады. Дегенмен, бұл мұнайды қымбаттату үшін инфрақұрылымға инвестиция салу және мұнайды өңдейтін Қазақстанда зауыттар ашу. Осы қадамдарды жасау арқылы Қазақстан өзінің мұнай өнеркәсібін әлеуетін толық ашып, өз азаматтары үшін жұмыс санын қамтамасыз ету арқылы гүлденген болашақ құра алады. Қаржылық жағына келетін болсақ, Қазақстан мұнай арқылы миллиардтаған доллар алады. Бірақ та біз ұсынған идеяларды жүзеге асыратын болсақ, алынатын ақша саны 3 немесе одан да 5 есе артады. Ол бизнесмендер үшін, мемлекетіміз үшін және қарапайым халық үшін зор пайдасын тигізеді. Мен идеям сізге ұнады деп сенемін және сіздің жауабыңызды күтудемін.